Мына бір жігіт келіп әкесіне айтқан екен ғой, папа мен үйленемін деп. Үйленсең үйлен балам, жасыңда 40-қа келді ғой деп. Содан не керек, келін бала қай жақтан десе, келін баласы анау Атыраудан деп айтады. Атырау несі, мына тиіп тұрған Түлкібастан, Беловодтан неге алмайсың, күнде барып араласып тұратын еді ғой деп. Жоқ, махаббат деген дүние бар деп. Ал жарайды, ұнатқан екенсің. Онда сөйлесейік, Атыраудан құдалармен неше адам келеді екен? Қандай ресторан жалдаймыз деп. Телефон шалып, Атыраудан құдасымен сөйлесіп, құдеке, сіздерде қыз бар, бізде ұл бар. Екі жас бір-бірін ұнатқан екен. Енді той жасасақ деп жатырмыз, сол тойға неше адам келесіздер десе, Атыраудан құдасы айтады дейді. Құда-құдайлар, біз енді қыздан ештеңе айтып тұрған жоқпыз. Көп адам бара алмаймыз. Өзіміз деген туысқандар ғана барамыз. Сол енді неше адам келесіздер, сол жағын білейік демен. Енді айтып тұрмын ғой, көп адам бара алмайды. Басын бір 100 адам барамыз. Одан көп бара алмаймыз. Анан естіген баланы әкесі үйіне келіп, баласын ұрсып жүреді, қандай ресторан жалдаймыз. 100 адам деген не дейміз, қайда барып жатқызамыз деп жүргенде, Атыраудан құдалары келіп, вокзалға келіп, құдаларын күтіп алуға келсе, 100 емес 70 адам келіп, оны көрген баланы әкесі қатты қуанып, 30 келген жоқ қой, фатия білдім. Содан 70 адамды алып Шымкентке келіп қыдырды, кешкісі ресторанға келіп, құдаға сөз берсе, құда сөз сөйлеп тұр дейді. Алейхи құдағайлар, той құтты болсын. Мына енді Шымкент деген шаһарға келдік, өте керемет, тамаша, ұнады. Тамада өте молодец, той мықты өтіп жатыр. Тамада молодец деп. Ол кезде мен емес, тамада басқа бір жігіт қой. Ал енді мына біз келген 70 адам 3 күн жол жүрдік, қатты шаршадық. Айналайын құда, сен осы 70 адам сен самолетке салып жібер қайтарды. Анан естіген баланы әкесінің баласына қарап жертеп тұрып, қайдан ғана үйлендің деп тұрған кезде құда сөзін тамамдап жатыр дейді. Ал құдағайлар, мына келген 70 адам просто да келген жоқпыз. Әрқайсымыз $1000 $70 000 подарок береді. Баланы әкесіне ұстатқанда баланы әкесін аяғы деп көзіне жас шығып, құдеке, сізбен телефонмен сөйлескенде сіз маған 100 адам береміз деп айтқан сияқты. Жоқ, мен біліп отқан жоқпын. Мен просто білейін, қалған 30 қашан берейін деп жатыр.